Алжир лагері. Алжир лагерінің тарихына қысқаша тоқталайық. 1937 жылы 15 тамызда 0486 бұйрық бойынша КСРО-ның отанын сатқандардың отбасы мүшелеріне қарсы жаппай қуғын-сүргінді бастауға мұрындық болды. Бұл құжат ең алдымен саяси айып тағылғандардың әйелдерінің кінәсін еш дәлелдемей қамауға алуға және лагерге жіберуге құқық берді. Қысқа мерзім ішінде бас-аяғы бірнеше ай барысында барлық отанын сатқандардың әйелдерін қамауға алынып, 5-8 жыл мерзімге сотталып, осы лагерге жіберілді. Тек қана соларға арналып, осы 1937 жылы 3 желтоқсанда, былайша айтқанда 26 нүктенің базасында жер аударылғандардың еңбек кенті Карлактың Ақбол арнайы бөлімшесі құрылды. 1 жастан 3 жасқа дейінгі балалар әйелдерінің алғашқы легі Ақмолаға 1938 жылдың 6 қаңтарында келді. Бұл лагер шындығында тым ерекше болды. Алжир отанын сатқандардың Ақмола лагері, тұтқын әйелдер, оны осылай қалжыңдап айтады. Мұнда этаппен 20 мыңнан астам әйелдер өткен, ал 8 мыңнан астам әйел Алжирде қоңыраудан қоңырауға дейін мерзімдерін отырып шыққан. Музейге кіргендегі осы гүл осы лагерде отырып шыққан әйелдерді бейнелегендей. Лагерде Азиза Рысқұлова, оның анасы Арипа Есенғұлова, Дәмеш Жүргенова, Рабиға Асфендиярова, әнші Лилия Руслановна, жазушы Галина Серебрякова, маршал Тухачевскийдің отбасындағы әйелдер, жазушылар Борис Пельняковтың әйелі Кира Андроникшавли, Юрий Трифоновтың әйелі Евгения Лурия, Булат Окуджава мен Майя Плисецкая аналары сынды мемлекет, саясат және қоғам қайраткерлерінің әйелдері еді. Лагердің бірінші қабатында орналасқан бұл заттар осы лагерде болған әйел адамдардың балалары әкеліп беріп, осы документтер, суреттер, заттарды әкеліп, осы музейдегі заттар жинақталған. Лагерге келгендер өздерінің тектерінен, ұлтынан, қарапайым өмірдегі мамандығынан айырылады. Бәрін бір ғана ортақ ат халық жауы, отанын сатқандар деп атайтын. Адамдардың бәрін жеке лагерлік арнайы киімдердегі қаша қалған жағдайда көздейтін нысанға айналатын, арқасындағы жеңдеріндегі, тізелеріндегі нөмірлермен айырып ажырататын. Жағдайдың соншалықты қайғылы әрі ақылға сыймайтындығына қарамастан, лагер тұтқындары жап-жас, сұлу, көпшілігі балалы, тіпті емшектегі сәбилері бар әйелдер еді. Темір тордың арғы жағында олар өздерінің сүйіктілері мен ең ардақты азаматтарынан айырылып, барлық ұлттар көсеміне табынулары керек болды. Әйтсе де, олар ешкімге де табынған күйі бүгінгі күнге тазалықтың, махаббат пен адалдықтың қасиетті сәулесін жеткізіп кетті. Бұл лагер қатты боран мен дауылға, ыстық пен жаңбырға қарамай, барақтар салып, оларға сәкілер орнатты. Ағаш тақтайдан жасалған сәкілерге матрас орнына шөп төселді. Барақты жылыту үшін қамыс орап, оның отын ретінде пайдаланды. Жылуы жоқ, жалпылдақ қамыс 2 қыс бойы олар үшін отынның негізгі түрі болды. Кезекшілікте тұрғандар түні бойы үздіксіз қамысты пешке лақтыратын, алайда оның жылуы 6-8 градустан көтерілмейтін. Бұлар таң сәріден барак алдында жалпы түгендеу, одан кейін асханадағы бір ожау сұйық ботқа, бір тілім қара нан, ожау толмас көже мен шай ішетін шәшкеге салынған баттасқан ботқа. Міне бұл тұтқындардың өзгермейтін ас мәзірі болды. Жылдың қай мезгіліне қарамастан айдай ай өзгеріп отырғанымен тамақ түрі еш өзгермейтін. Сондықтан да тұтқындар үздіксіз аштықтың азабын тартумен болатын. Ең ауыр олардың денсаулықтары сыр беріп, қанша қиналса да тамақ жайында әңгіме айтуға рұқсат етілмейтін. Қыста көл жағасында қамыстарды теретін, ал жазда
егін егетін, алма, алмұрт, қараөрік, шие өсіретін. Бірақ ол жеміс-жидектерді өздері жемейтін, асханадан ас мәзірінен табылмайтын. Және де құстар жеп қойған жағдайда олар қатты жазаланатын болған. Сондықтан ол жеміс-жидектерді матамен орап, олардың құстар жемеуін бәрін қатты қадағалайтын. Себебі олар оған жауапты болатын. Ал өсірілген жеміс-жидектер, дәнді дақылдардың бәрі түрменің сыртқа жіберілетін. Сонда өздері жеміс-жидектерді өсіретін, бірақ мүлдем өздеріне жеуге болмайтын. Күнімен жұмыс істеп, түнімен осылай сұрақ жауапқа алатын. Аяқтары тимейтін орындыққа отырғызып, аяқтары ісіп кететін. Түнімен осылай сұрақ жауап алып, күнімен еңбек ететін. Балалары 3-ке толғанға дейін осы жандарында болып, 3-ке толған соң басқа жаққа жіберетін. 1937-тен 39 жылға дейін, 39 жылы отан сатқындарының әйелдеріне қарсы бағытталған операция аяқталады. Содан ГУЛАГтың жаңа бұйрығы шығады. Осыған сәйкес олар қатаң режимнен жалпы лагерлік режимге ауысады. Бұл дегеніміз, әйелдер өз еріктерімен хат алысуға рұқсат алады. Олардың көпшілігі күйеулерінің тағдырын жайлы, өз бала-шағалары туралы іздестіріп, хабар ала бастайды. Атақты адамдардың әйелдері, қыздары болғандықтан, аналары болғандықтан, олар қара жұмысқа икемді емес еді. Және де осылай қатаң жағдайда өлім де көп болды. 1940 пен 50 жылдарда 10 мыңнан аса адам о дүниелік болды. 43 жылдан бастап әсіресе айына 100-деген адам қаза тауып жатты. Тарих Ақмола облысының бұрынғы Малиновка, қазіргі Ақмол ауылында болған Ақмола лагері жайлы ұмытқан жоқ. Бұл 20 ғасырдағы адамзат трагедиясының үнсіз куәгер ретінде әлі де тұр. Лагер бірнеше саман барақтардан, 4 мұнара мен темір торлардан тұратын. Қаңтар мен ақпан айларында тұтқындалған үздіксіз этаппен келіп түсіп жатты. Тек қана Бутыр түрмесінен 1600 әйел әкелінді. Алжирге әйелдер сол кездегі одақтың сан түрлі өлкелерінен, Мәскеу, Ленинград, Украина, Грузия, Армения, Орта Азиядан жіберіліп тұрған. Бұл лагердің бір бұрышында желтоқсан оқиғасындағы батырларымыздың да суреттерін қойған. Міне даласында барақтың үлгісін салып бізге көрсетіп қойған. Бұл тарих, бұл шындық, бұл қазақ жерінде, қазақ ауылында болған геноцид. Біз бұны ұмытпаймыз, ешкімде ұмытылмайды, ешкімді ұмытпаймыз.